Зебра туралы қызықты деректер. Жылқылар сияқты зебралар да тұрып ұйықтайды. Жүгіру барысында олар жылдамдықты сағатына 50-60 километрге жеткізеді. Жабайы зебраларды үйрете алмайды. Бірақ құлын кезінен адамдар арасында өсірілген зебра қолға үйренеді. Ғалымдар эволюция барысында зебраларға жолақтардың қашан пайда болғанын әлі күнге дейін дөп басып айта алмайды. Зебралар Африканың кең далаларында кездесетін ерекше жануарлар. Олардың тән ерекшелігі денесіндегі ақ және қара жолақтары. Бұл жолақтардың әрқайсысы бірегей. Әр зебраның өзіндік ерекше өрнегі бар. Зебралар топтасып өмір сүреді және қорғаныспен тіршілік ету үшін күшті әлеуметтік құрылымға сүйенеді. Бұл жануарлар тек өздерінің әсем көрінісімен ғана емес, сонымен қатар олардың мінез-құлқы мен биологиясымен де қызықты. Енді зебралар туралы қызықтары танымдық деректерге назар аударайық. Зебралардың денесіндегі жолақтар әр зебраға тән ерекше болады. Екі бірдей зебраны кездестіру мүмкін емес екен. Зебралардың 3 негізгі түрі бар: жазықтық зебрасы, тау зебрасы және греви зебрасы. Зебралар негізінен оңтүстік және шығыс Африканың бөліктерін мекендейді. Үйір болып өмір сүреді, шөпқоректі жануарларға жатады және негізінен тек шөппен қоректенеді. Жүгіру жылдамдығы сағатына 65 шақырымға жетуі мүмкін. Олардың жақсы дамыған көру қабілеті мен иіс сезу қабілеті бар. Зебралар шөлейтті аймақтарда да тіршілік ете алады, себебі олар сусыз ұзақ уақыт жүре алады екен. Зебралар жолақтары жыртқыштарды шатастырып, олардан қорғануға көмектеседі. Зебралар суға жақын аймақтарда тіршілік етуге бейімделген. Жазықтық зебралары ең көп таралған түрі болып табылады. Греви зебрасы ең ірі зебра түрі. Оның бойы мен салмағы басқа түрлерінен үлкен. Тау зебралары болса Африканың таулы аймақтарында кездеседі. Жаңа туған төлдері өмірінің алғашқы бірнеше сағатында тұрып жүре алады. Зебралар үйірде өзара тығыз байланыс орнатып, бір-біріне көмек көрсетеді. Өз төлдерін күтіп бағып, үйір ішіндегі ең әлсіздерін қорғайды. Жолақтарының нақты қызметі әлі толық зерттелмеген, бірақ ғалымдар олардың жәндіктерден қорғануға да ықпал ететінін анықтапты. Зебралар жүзіп су айдындарын жеңіл өтіп кете алады. Жолақтар дене температурасын реттеуге де көмектеседі деп есептелінеді. Әдетте арыстандар мен қолтырауындар сияқты жыртқыштардың басты нысанына айналатын осы зебралар топтасқан кезде бір-бірімен дыбыстық белгілер арқылы байланысады. Есту қабілеті өте жақсы дамыған. Құлақтары 180 градусқа бұрылып, кез келген дыбысты қабылдай алады. Зебралардың құйрықтары арқылы олар жәндіктерді қуады. Көбіне түнде де белсенді болып, түнгі уақытта да қоректенуі мүмкін. Аяғы мықты әрі күшті, олармен жыртқыштардан қорғану үшін соққы жасай алады екен. Зебралардың орташа өмір сүру ұзақтығы табиғатта шамамен 20 жылды құрайды. Жолақтардың түсі мен ені әр зебраның түріне байланысты өзгереді. Түктері жыл мезгіліне байланысты қалыңдайды немесе жұқарады. Өз аумақтарын қорғайды және басқа үйірлермен қақтығыстарда агрессивті бола алады. Жаңа туған зебралар өз анасының иісін және дыбысын есінде сақтап, оны басқа зебралардан ажырата алады. Аяқтары өте жылдам қозғалып, оларды жыртқыштардан қорғауға көмектеседі. Зебралар табиғаттың ерекше жаратылыстары. Олар өздерінің әсем жолақтарымен, әлеуметтік құрылымымен, тіршілік ету бейімделгіштігімен таң қалдырады. Мінез-құлқы мен өмір сүру стратегиясы көптеген ғалымдарды қызықтырған және әлі де зерттеліп жатыр. Зебралар тек Африканың символы ғана емес, сонымен қатар табиғи экожүйенің маңызды бір бөлігі. Зебраның жүктілігі адамға қарағанда ұзағырақ, шамамен 12 ай.